Мен геологиялық барлау колледжінің студенті. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты онлайн оқумен қатар қызықты экономика үйірмесін қатар алып жүрмін. Қашықтықтан үйірмені үзбей, ел экономикасының әлеуметіне қапы қалмай үйірмені жалғастырудамыз. Жасқа қарсы іс-шаралар тізбегін құрды. Осы сауал аясында халықтың тұрмыс-тіршілігін бақылауда ұстау, азық-түлікпен қамтамасыз ету, бизнес саласында қолдау көрсету сияқты сұрақтар бастама алды. Жалпы осы төтенше жағдай кезінде халыққа тағы қосымша қандай экономикалық қолдау қажеттігі туралы КК-71А топ студенті Калина Алтын жауап береді. Қайырлы күн, Алтын. Қайырлы күн. Саған қоя алатын сұрағым бар. Салықтық және несиелік жеңілдіктер еліміздің экономикасына қандай әсерін тигізуі мүмкін? Жаңа өзің айтып өткендей, Аружан, егерде кіші бизнесте жұмыс істейтін және несие алған адамдар егерде бұрынғы табысынан азырақ алатын болса, үкімет экономикалық және қаржылық бөлімі бойынша 90 күнге шегертуді бұйырды. Және де бұл халық үшін өте тиімді болып табылады. Сабақтар болдым, мен жаңалықтар көрмесек. Азық-түлік қауіпсіздігі қамтылған заманауи медицина бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шаруалардың жағдайын реттеуге де көңіл бөлді. Алло, Едістің. Алло, Алмас. Елімізде болып жатқан соңғы жаңалықтар тізбегін ата. Жақсы. Күн түндемей індетпен күресіп жатқан медицина қызметкерлерінің айлығына қосымша төлем қосылды. Мемлекетіміздің басшысы жарлығымен дәрігерлерге 3 санат бойынша үстемақы төленетін болды. Қалтқысыз қызметтің қайтарымы ретінде мемлекетіміз ақ халатты дәрігерлерге 1 миллион көлемінде жалақы қосты. Еліміздегі төтенше жағдай кезінде ақысыз еңбек демалысына кетуге мәжбүр болған жұмысшылар үкімет тарапынан әлеуметтік жәрдемақы алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осыған байланыстағы бұйрығы шығарылды. Әр ай сайын табысынан қалған тұрғындарға 42.500 теңге көлемінде қаржы беріледі. Аталған көмектен еліміздің 3,5 миллионға жуық азаматы үмітті. Төтенше жағдай үйінде отырған жұмысшылар мұндай жәрдем кепілді әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Сіздерде 42.500 теңге алған азамат немесе азаматша бұл ақшаға не істеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни еңбек ақысынан уақытша айырылған қызметкер дәл осындай азық-түлік түрлері сатып алатын мүмкіндігі бар. Ел экономикасының өркендеуі біздің қолымызда. Қызықты экономика үйірмесінің мүшелері. Біз сіздермен біргеміз.